Сонымен құрметті студенттер, осы жолғы лекциямыздың тақырыбы алаш қозғалысы және ұлттық мемлекеттілік идеясы деп аталады. Жалпы бұл тақырып барынша ауқымды. Біз бір сағатқа ғана жоспарластырғанбыз. Осы бір сағаттың ішінде ауқымды мәселенің негізгі түйінді мәселелеріне ғана тоқталамыз. Бірінші, алаш деген атаудың өзі не? Міне, осы алаш деген атаудың өзіне мән беріп, оның қайдан шыққандығына көз жеткізуіміз керек. Алаш болғанда деген қазақтың ежелгі сөзі бар. Яғни алаш деген қазақ сөзі синоним ретінде қолданылған. Енді дінтанушылар айтады, дінтанушылардың айтуы бойынша алаш деген сөз исламдық ағартушы Мансур Халлаждың есімімен аталған. Ол жөнінде дінтанушыларға мен айттым, сендерге оған тереңдеп барудың керегі жоқ. Біздің танымымыздағы алаш бұл қазақ атауының синонимі. Сонымен қазақта алаша деген хан болған. Алаша ханды қазір жошы хан деп айтып жүрген жағдайларымыз бар. Бұлардың барлығы уақыты келгенде дәлелденіп тұжырымдалатын болады. Жақсы. Енді біз өткен сабақтарымызда отарлық езгіге қарсы ұлт азаттық көтерілістер жөнінде айтқанбыз. 20 ғасырдың бас кезіне дейін ұлт азаттық көтеріліс қозғалыс бұл қарулы күрес сипатында болды. Яғни орыс отаршылығына қарудың күшіменен, соғыс тәсілдеріменен қарсылық көрсетті. Ал осы көтерілістердің барлығында да азаттық аңсаған халқымыздың қайраткерлері жеңіліс тауып жатты. Бірақ ол жеңілістер ізсіз кеткен жоқ. Әр көтерілістің өзінің жақсы жетістіктері болды. Мысалы, Сырым батыр бастаған көтерілістен кейін соның қорытындысы ретінде, нәтижесі ретінде Бөркей ордасының құрылуын айтамыз. Ал Исатай Махамбет бастаған көтерілістің жетістігі де айтуымызға болатын нәрселер ауыстырды. Сол сияқты қарулы күрестің отаршылыққа қарсы ең биік шыңы деп есептелінетін Кенесары бастаған ұлт азаттық көтерілістің маңызы туралы сендер мектептің оқулығында жақсы білесіңдер. Халықаралық сипат болды, қазақтың 300-дің басын құрады, қазақ хандығының институтын қалпына келтірді, тағысындары. Осындай тарихи маңыздары бар. Дегенменен, осы Кенесары бастаған көтеріліс жеңілді. Содан кейінгі кезде біздің дәстүрлі ақын жырауларымыз сол азаттықты аңсап, отарлыққа қарсы күресті насихаттап, біздің заманымыз не болып барады деген бағытта жырлар жазды. Мысалы, орыс отаршылығына қарсы елді келіп алғаны, билікке қолды салғаны, жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны, ойынды келіп алғаны, ойындағысы болғаны деп Мұрат көкелерін төгілді. Міне осы кезеңдегі ақындардың жырларын зар заман тұжырымы деп айтамыз. Сол зар заман тұжырымы бұл енді кезінде солай айтылып қалған, бірақ осы зар заман концепциясында ұлт азаттық күрестің жаңа кезеңі негізделді. Міне осылайша 20 ғасырдың бас кезінде қазақ зиялылары тарих сахнасына шықты. Бұрын батырлар, билер, сұлтандар қол бастаған болса, енді 20 ғасырдың бас кезінде зиялы қауым өкілдері халықтың көш басшысына айналды. Бұны қалай айтамыз? Бұл мәселеде мысалы 1917 жылғы қазан төңкерісіне дейін
сөз бар. Осы кезеңге дейін қазақта 2-ақ адам жоғары білімді болыпты. Халықтың 98% сауатсыз болыпты деп советтік идеологияның қазақты сауатсыз топас халық ретінде көрсетіп келген. Ал тәуелсіздіктен бері қарайғы кезеңдегі зерттеулердің нәтижесі бойынша сол 17 жыл төңкеріске дейін қазақтан шыққан 300-ден астам адам Ресейде, Польшада, Стамбулда, Иранда жоғары білім алғандығы мәлім болып отыр. Ал халқында 98% сауатсыз дегенде орыс отаршылары нені ұғындырды? Ол тек кириллицаменен жаза алатын, оқи алатындарды ғана сауаттылардың қатарына қосты. Ал ғасырлар бойы араб әрпімен сауат ашқан, арабша жаза білген, оқи білген қазақты сауатсыздардың қатарына қосып жіберді. Бұның өзі үлкен саяси идеологиялық астары бар мәселе. Соныменен 20 ғасырдың бас кезінен бастап қазақ жерінде ұлт-азаттық қозғалыстың саяси күрес кезеңі басталды. Бұл ұлт-азаттық күрестің саяси күрес кезеңі дегеніміз не? Бұл енді отаршылдық езгіге қарсы қолына айбатаңдал, қылышындал, садағындал саяси тәсілдермен, яғни сайлау, құқын қалпына келтіру, халықтың саяси санасын ағарту, осылардың барлығы саяси күрестің тәсілдері болатын. Осындай қазақ жеріндегі саяси күрестің ең бір жарқын бастамасы Қарқара петициясы деген петиция. Қарқара жәрмеңкесін білесіздер ғой, иә? Бұл Қарқара жәрмеңкесінде жиналған зиялылар халыққа үндеу жасады. Сөйтіп халықтың отаршылдық езгіге қарсы күресінің негізгі мотивтерін айтып, жер қоныстанушыларға берілмесін, тіл сақталсын, дін бұзылмасын, білім ағарту жүйесі іске ассын. Осы мәселелерді қозғап, 10 мың адам қол қойып, сол кездегі ақ патша дейін дәстүрлі түрде Николай II-ге петиция жазған. Бұрын соңды бұл болмаған жағдай. Петиция деген ол талап хат деген сөз. Міне, осылайша қазақ жерінде саяси күрес басталды. Міне осы саяси күрестің алдында тұрған ең басты мақсаттардың бірі халықтың саяси санасын ояту. Міне, осыған байланысты 1911 жылы Троицкий қаласында Қазақстан деген газет жарыққа шықты. Ал ол сөзге дейін қазақ деген атауды ататпай, тыйым салып, киргизий, кайсаки, басурманы деп орыстар жерге тығып берген қазақ, біз қазақпыз, біз Қазақстан деген елміз деген идеяны алға шығарған сол Бурин деген ақсақалымыз еді. Осы газет бас-аяғы 4-5 номер жарыққа шықты да, кейін жабылып қалды. Ал осы кезде мынау Орынборда, Омбыда қызмет істеп жүрген қазақтың оқығандары, зиялылары отаршылдық езгінің әсерінен қалғып, мүлгіп, өлім ұйқысына кетіп бара жатқан қазақты ояту үшін көп әрекет жасады. Жатпа қазақ деп бір ақын кітап шығарды. Тұр қазақ деп екінші ақын өлең шығарды, кітап шығарды. Бұл екеуі де көркемдік жағынан аса деңгейі мықты кітаптар емес еді. Ал осы кезде Міржақып Дулатов аталарын оян қазақ, қанекей көтер бастар деп оян қазақ кітабын жарыққа шығарды. Ал ол кітап тез халықтың арасына тарап кетті. Ол кітаптағы жырлар халықтың санасын сілкіндірді, оятты. Осы кітап үшін Міржақып Дулатов ұсталды, сотталды, кітабы жинап алып, өртелді. Бұған ютубта жүр,
бір жақын болады деген фильмді міндетті түрде көріңдер. Көресіңдер ма? Ахмет Байтұрсынов деген кітапта кино шықты. Оны да көріңдер. Міне, осы бір жақтан кейін Крылов деген орыстың мысал жазатын ақыны бар еді. Соның үлгісіменен Ахмет Байтұрсынов «Маса» деген кітап жарыққа шығарды. Бұл «Масада» жаңа саяси мәселелер мысал түрінде айтылып келтірілген. «Маса», соның бір «Маса». Міне, осы «Маса» кітабы біздің әдебиетші ғалымдарымыздың теңеуінен сүйеніп айтатын болсақ, ұйықтап бара жатқан қазақты ызыңдап оятты дейді. Маса сияқты ызыңдап оятты дейді. Бұл енді жалпы әңгімелер. Енді Орынбор қаласы сол кезде Орынбор генерал-губернаторлығының ортасы үлкен мәдени, саяси, ғылыми орталық болатын. Осы орталықта қызмет істейтін бір жағы Дулатов, Ахмет Байтұрсынов және Әлихан Бөкейханов «Қазақ» деген газетті жарыққа шығарды. Бұл 1913 жылдың 1 ақпаны. Ең алғашқы нөмірі осы жылы жарыққа шықты. Сөйтіп, бұл газет бүкіл қазақ жеріне тарады. Көп оқылатын болды. Неге? Өйткені бұл кітапта көтерілген идеялар халықтың көңілінен шығатын еді. Сол сияқты бұл газет қадымша араб жазуын қазақтың жаңағы өзінің төл дыбыстарына сәйкестендіріп төте жазуды құрастырған Ахмет Байтұрсынов. Бұл төте жазуменен жазылды. Төте жазуды оқу қазақ үшін қиындыққа түспейтін. Осындай екі себеппенен газет кеңінен тарады және танымал болды. Осы газеттің бетінде саяси мәселелер үнемі көтеріліп отырды. Мысалы, Әлихан Бөкейханов «Қыр баласы» деген атпен мемлекеттік дума һәм қазақтар деген сериялы мақалалар жариялады. Қазақтар және жер мәселесі деген мәселелерді жариялады. Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың және басқа да алаштық қайраткерлердің осы халықтың мұңы мен зарын, арманы мен мұратын көркем тілменен бейнелеп жазған еңбектері халықтың көңілінен шығып. Дәл осындай газет Ташкент қаласында, Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы Ташкент қаласында 1917 жылы бастап шықты. Көлбай Төгісов деген аталарым болған. Сол «Алаш» деген газет шығарды. Бірақ газет қаржы тапшылығына байланысты, басқа да себептерге байланысты бір 2 нөмір шыққаннан кейін тоқтап қалды. Ал одан кейін шыққан газеттің аты «Бірлік туы». «Бірлік туы» газеттің ең алғашқы редакторы өздері жақсы білетін Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқайдан кейін бұл газеттің редакторы Сұлтанбек Қожанов болды. Одан кейін Хайреддин Болғанбаев болды. Осы «Бірлік туы» газеті бар жоғы 29-ақ нөмір шықты. Бұл апта сайын шығып тұрады. Ал «Қазақ» газеті аптасына 2 рет, кей кезде 3 рет шығып тұрған. Міне. Ал 1918 жылы Орынборда кеңестік билік орнады. Сол кезде Әліби Жангелдин деген аталарын танисыңдар ма? Сол Әліби Жангелдин бастаған үкімет Қазақ газетін жойды. Қазақ газетін жойып, оның орнына «Қазақ мұңы» деген газет шығарды. Бір таңғаларлық нәрсе, осы «Қазақ мұңы» газетінің редакторы, алғашқы редакторы осы Түркістаннан шыққан бәрімізге танымал Нәзір Төреқұлов болды. 514 нөмірі жарық көрген «Қазақ» газеті жабылып тынды, «Бостандық туы» газеті жабылып тынды. Бірақ олар өзінің тарихи миссиясын атқарып кетті. Бұл миссия бүкіл халықтың